Шолпанбек ағамызбен, Шолпан жеңгемізбен, және де Атырау қаласынан келіп отырған Құдай қаласа мыңшылық құда-құдағи, Сағынкүл құдамен, Санаттың туған ағасы, Нұрлан құданы ортаға шақырайық. Келіңіздер құда-құдағилар, шамада болыңыздар шақырайық құда-құдағилар. Нұрлан құда қайда? Құдағи, суретке түсіп жатсам ба? Ол ма? Нұрлан құда қайда? Марат, Нұрлан деп жазып берген списокта. Марат екен ғой. Марат құданы шақырыңыздар. Ал енді құдалардан бастайық. Құдалардан тілек кезеңін бастайық. Бұл енді Санаттай кереметтей ұлды дүниеге алып келген Сағынкүл құдағидан бастайық. Той құтты болсын әпке. Тілек өзіңізде. Ал енді құрметті құдалар, бүгінгі жақсылыққа жиналып отырған барша осы жердегі тараздықтар, жан-жақтан келген басқа құда жекжаттар, баршаңыздың да бүгінгі мынау үлкен тойларыңыз құтты болсын, ұзағынан болсын. Енді бағанадан бері көптеген сөздер, тілектер айтып жатыр ғой. Сол тілектің барлығы періштенің құлағына шалынып, осы екі баланың өміріне жақсы бір жол салатын ізгі ниет болсын деп тілегім келеді. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, мынау дәм бердік Атырау жерінен осы Таразға келіп, құда болып, құдаласып, одан мына Динарадай әдемі де сұлу жаңа сіздер айтқандай инабатты қызымызды өзіміздің қолымызға, өзінің босағасында қондырғалы келіп отырған еді. Енді мынау соның үлкен шегіне жетіп, қазір енді қызымызды Алла берсе алып, өзіміздің Атырауымызға қарай жол тартпақпыз. Енді не дейміз енді? Ал енді мынау менің құдам мен құдағайым 2 квадрат деп айтуға болады бұл кісілер. Сіздер енді қыздарыңызды өсірдіңіз, тәрбиеледіңіз, жақсы өнеге беріпсіздер, бәрін де кешеден бері көріп жатырмыз. Айнала туысқан, құда жекжат бәріменен таныстық, өте тәрбиелі ел екен, өте инабатты ел екен, сондай бірлігі мықты ел екен. Біз соған қатты қуанып тұрмыз. Мынау енді Санат деген кенже балам, әкесі енді айтып кеттік қой, 9 жыл бұрын дүниеден озып кетіп еді. Осы кенже баламның осындай елге тап келтіріп, осындай келін тауып беріп жатқанына мен мыңда бір рахмет айтамын Аллаға. Енді не дейміз енді? Сіздер көп қобалжымаңыздар. Қыздарыңыз сол осы жерде қандай тәрбиеде болса, сол жақта да сондай тәрбие алады деп мен сіздерге түгелдей сенім білдіремін. Себебі менің қолымда өзімнің келінім бар, қыздарымды ұзаттым. Осы мен 4-ші рет құдағи болып тұрмын. Енді мынау бір арманым осы баланы аяқтандырып еді, бұған да жетіп жатыр, мыңда бір шүкір. Ал енді қобалжымаңыз, ренжімеңіз, істейтін енді жат жұрттық, ол әуелден сол қазақтың салтында солай ғой. Қимаймыз, әрине қиын, бірақ дегенмен де ертең Динарамыз екеу болып келіп, папа деген кезде бәрі де жазып кетеді, мама деп, папа деп тұрып жатқан кезде, бірақ құдам менің өте осал екен. Бағанадан бері ренжіп жүр, босамаңыз, болмайды босауға, бұл дейтін жақсылық, өте тамаша нәрсе. Бір қызымыз бар еді, енді ұлды болыңыз. Менің ұлым бар еді, мен қызы болдым. Мен көп балалы алтын алған иесі болып жатырмын. 8-ші бала болып жатырмын. Біздің Шолпанбек ағам жылап жүрген жоқ, аллергия просто. Аллергия ғой ше. Енді Динара, бұл сұрақ болмыз сізге бір рет қазір. Динара, келіндеріңізді өзіңіздің қызыңыздай көресіз бе? Әрине. Онда Санат күйеуі құтты болсын. Сізді күлдірден дедім ғой соны. Күліңізші. Чума барып келіңізші. Ал мәке, өзіңіз енді ініңіз үйленіп жатыр, құданың орнын бастыңыз ғой енді. Құда болып сөйлеп жатсыз Тараз қаласында, енді бір жақсы тілек өзіңізден болсын. Ассалаумағалейкум. Біздер сонау Еділ-Жайық арасынан батыр бабаларымыз білектің күшімен, найзаның ұшымен құралған жерден Атырау Астрахань атырауынан келіп жатырмыз. Руымыз Шумақ Шеркеш. Жаңағы осы қызықты көре алмай кеткен әкеміздің сіздердің яғни құналарыңыз, біздің әкеміз
азат шақырып қойған аты Тасболат. Мен жаңа Санаттың туған ағасымын. Енді бүгін сол кешелі сый құрметтеріңізді көріп жатырмыз. Жыр ауылы Жамбылдың туған жеріне келіп, үлкен сый құрмет көрсетіп жатсыздар. Үлкен рахмет. Енді Атырау мен Тараздың арасы ақ жол болсын. Құдамыз кішкене босап жатыр. Менің де 5 жасар қызым бар. Менің қызым бар, кішкентай 5 жасар. Өткенде телевизор қарап отыр. Келіннің несін көріп қалған сюжетін. Сол маған сұрақ қойды да, әке мені осылай келін бөлек кейдіріп, қашан ұзатасың деп қояды. Мен сол кезде бір түрлі оқыған бұл жақта. Сізді де түсініп тұрмын. Иншалла жаман жерге кетіп жатқан жоқ қызыңыз. Енді осы ошақты шаңырағында өрістеріңіз тұрып жатыр. Өрісті болып жатсыздар. Құтты болсын бәрі. Рахмет Мәке. Мәке бір қадам алға шығыңызшы, бір қадам алға. Сіз шығыңызшы бір қадам. Кеңес ортаға келіп тұрыңызшы. Сіз сөйтіп тұрыңыз, сіз қолынан ұстаңыз Мәкені былай іште. Тоқаңыз былай. Енді қараңыздар, құрметті қазақтар, төрге бір қараңыздар, Санат пен Динараға қараңыздар. Бір қадам. Өздеріңіздер, мен негізі ұзалтып отыр деген сәл босайды ғой енді, бірақ әзілмен жүргіздегенен күндеп отыр ренжімеңіздер енді. Құдай қаласа қыздарыңыз, қыз деген қонақ білесіздер. Бірге тумақ бар, бірге тұрмақ жоқ дейді. Осында кереметтей елге бақытты болушы емес, сол елді бақытты қылуға бара жатыр. Дұрыс қой? Сіздің қанша келініңіз бар? Екіңіз. Құдай қаласа міне 2 келін бақытты қылып жатыр. Көрінсе қолыңыз ұзарып жатыр ма? Көрсетіңізші қолыңыз. 7 метр ғой бәрі. Енді соншалықты ұзарғаны дастарханның әрі бетіне шайды өзіңіз құйып ішетін болсын. Жаман қолыңыз ұзын екен, бойыңыздан ұзын қолыңыз. Ал той құтты болсын деп, енді аға босамаңыз енді. Микрофон ұстаған кезде ағам айтқан жаңа сәл босап кетемін ба деп, босамаңыз, байлап қойыңыз десе. Ортада енді Динараның алтындай әкесі Чолпанбек құда. Шамалы құрметті қонақтар, сіздерге көп рахмет. Осы мынау той негізінде көпшілікке, осы ағайын тумаға, көршілерге, жолдастарына, бәріне көп рахмет. Осы біздің Динара қызымыздың тойына бәрін жиып келгендеріңізге. Енді мен айтамын, қызыма бақыт тілеймін. Қуанышымызға ортақ болып отырғандарыңызға алтын уақыттарыңызды бөліп. Енді біздің Динара бәріміз білесіз, ата-енем қолында өскен, тәрбие ескерген. Артам айтқан кезінде осы үйдің батасын алып, осы үйдің жібересің ғой дегенде, туыстардың арасында, туысқандардың алдында. Әсіресе бүгін осы тойыма ең көп жүгіріп жүрген, переживать етіп жүрген қайнап мама рахмет деп отырмын. Өз үйіне орнына, ана орнына отырған кісі, бәріміздің көңіліміз тауып, өзіміздің деміміз үлкен білесіздер. Әрқайсымыздың қашан келмесек те дастархан дайын. Алтын жездем бар, ол кісіге де рахмет айтқым келіп отыр. Жезделеріме бәріне рахмет деп отырмын. Сол кісілердің аттарында сендерге де бақыт тілеп отырмыз, ақ жол. Енді Құдай действительно жүрек жарқын беріп отқан деп отырмын. Қызымды қыздай болыңыз. Осы кісілердің бақыты сіздерді естететін бәріңізге рахмет. Қазақта айтады ғой, бірінші анаңды сыйла, екінші анаңды сыйла, үшінші анаңды сыйла, төртінші әкеңді сыйла дейді. Бірінші анаңды сыйла дегенім,
9 ай 9 күн көтерген үшін дейді. Екінші анаңды сыйла дегенім шыр етіп дүниеге алып келген үшін дейді. Үшінші анаңды сыйла дегенім түн ұйқысын 4 бөліп ақ сүтін айлап өсірген үшін. Міне біз кішкентай кезімізде біздің аналарымыз ұйқысы қанбаса да 3 болсын 4 болсын 5 болсын бізге қарайды. Сол кезде біздің папаларымыз не істейді? Құлағын жауып отыр, қарап жатады. Жылап жатқан баланы естімес үшін. Сол кезде мамамыз айтады папамызға: "Ей, бір 5 минут қарашы. Көзіңді болайын, бір 5 минут қарашы" десе, сол кезде папамыз не деп айтады? "Қойшы, мәмесі бар, саған көрмегенде мәмесі жоқ, маған қалай көреді?" Аналарыңызды сыйлаңыздар, әкелеріңізді сыйлаңыздар. Ең жақын жандар осы сіздер. Бақытты болыңыздар. Ана құрметті